Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен бүгін келелі отырыс бағдарламасында өздеріңізбен талқылауға отырған тақырыбымыз дінімізде де, қоғамымызда да ең бір құнды тақырыптардың бірі отбасы тақырыбы. Студиямызда қонақта өзімізге белгілі ұстаздарымыз келіп отыр. Өзіміздің ұстазымыз Нұрсұлтан Рысмағамбет ұстазымыз және Елдос Жұмаділдә ұстазымыз, сонымен қатар Ақниет Сәлімбаева ұстаздарымыз өзіміздің студияда. Енді ұстаз жаңа жоғарыда айтып өттік қой, отбасы деген ең бір құнды дүниеміз ғой. Біздің дініміздегі айрықша бар орны ерекше. Отбасы дегенде біз үшін ең үлгілі отбасы ол барлығымыз білетіндей пайғамбарымыздың отбасы. Ол кісіге алланың салауаты болсын. Енді ең кемеңгер отбасы сол кісінің отбасы ғой. Алғашқы сөзді де сол кісіден бастасақ, пайғамбардың отбасы қандай еді, ол кісінің отбасында ердің рөлі қандай еді, әйелдің рөлі қандай еді, сол жайында бастасақ. Нұрсұлтан ұстаз өзіңізден. Алла разы болсын. Арқаның өңіріне, Қарағанды жеріне қонаққа келіп қалып жатырмыз. Елдің, халықтың ықыласына, келіп жатқан жамағаттың көзі қарақты қазақтардың, бауырларымыздың баршасының пейіліне Алла разы болсын. Негізі мен салам тарих саласы ғой енді. Ислам тарихы не? Бірақ енді сол қазір қоғамда отбасы, ажырасу деген нәрсе көбейіп кетті. Сондықтан сондай нәрсені айтсақ деп тапсырма берілген екен. Сол енді дұрыс айтады. Әдем басталып жатыр ғой. Дүниедегі ең үлкен үлгі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Одан асқан үлгі де жоқ, одан асқан өнеге де жоқ. Раббымыздың Алла Тағала Құран кәрімде қаншама аяттарында айтады. Пайғамбарымыздан үлгі алыңдар, оның әкелген нәрсесін шын жүрекпен алыңдар, оның қайтарған нәрсесінен шын жүрекпен қайтыңдар. Шын жүрекпен деген болу керек та. Амалсыздан деген болмау керек. От души істеу керек. Шынайылық болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның отбасындағы мәмілесі туралы біз енді ол туралы кітаптар өте көп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы ең бірінші қағидасы ол кісі сыртта қандай, үйде сондай болғанша. Шынайылық қойса ең бастысы. Бізде көп әкелердің немесе аналардың жіберетін қатесі сырттағы бөтен біреумен мәмілесі күшті да, үйге қабағын шытып келеді. Ол керек емес, ол пайғамбардың сүннетіне жат нәрсе. Ана бір балақай мешітте дұға қылып отыр дейді ғой. Имам естіп қалған ғой. Раббым әкеме клиенттермен қалай мәміле жасайды, сондай бізге мәміле жасауды нәсіп етші деп дұға қылып отыр дейді. Мысалға да, саудагер кісі екен да, клиенттердің асты үстіне түскен кезде ана көретін болып тұр ғой бала. Үйге келген кезде андай болып келеді да, қатал. Ол нәрсе пайғамбарымыздың сүннетінде жоқ. Керісінше пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сендердің ең жақсыларың отбасыларыңа жақсы болғандарың дейді. Абылай ұстазында бір имам Бутидің несін айтады ғой. Атаилла Сәкәндаридің даналықтар жиынтығының тәпсірінде айтқан екен имам Бути рахмахулла. Жаңағыдай күн ұзаққа үйде болмайтын әке дейді. Кешкісін келеді үйінде дейді. Бала шаға қатын қалашпен шаруасы жоқ дейді. Келіп Құран оқып зікір толтырып отыр дейді. Ол Құраннан да зікірден де садақа кетті деп айтқан екен да. Сен кешке дейін үйде жоқсың, олар сені күтеді дейді кешке. Бір әкенің мейірімін алғысы келеді дейді. Сен келесің де өзің тақуалың жоқ, негізгі құлшылық анау дейді. Отбасы. Сенің аналарға деген мейіріміңді беруің, оларға көңіл аударуың, олармен әңгімелесуің, күн ұзаққа жиналған әңгіме бар. Балаң жағдайын сұра, сабақтарың қалай болып жатыр? Кіммен, апайыңмен қандай? Бұның арты егер дәл солай жалғаса берсе, өкінішке апарады. Өйткені ертең бала бар ғой, жылулықты басқа жақтан іздейді, көшеден іздейді, ұрынады, неғылады, бір топқа кіреді. Содан кейін барып келеді де, мен балам бүйтіп қалды, мен балам сөйтіп қалды. Сен баста қате кетіп қалды өзіңнен. Қазір бірақ енді бетінен алып беткен неғып жатқан отбасылар көп. Тіпті кеше естіп алдым қасымда бауырымнан, интернетте өмірді сыйлай алмадым деп ажырасып жатқандар бар дейді мысалға да. Жаңа ұстаз иллюзияда өмір ғой. Бізде жас отбасылардың өзіңіз айтқандай үлкен бір қателігінің бірі шығар. Шынайы өмір мен иллюзиялық жаңа өзінің қиялындағы өмірді шатастырып алуы, сосын шынайы өмірге жаңағы қабылдай алмауы, осы жайында расында бір кейін айтып түсіндіру қажет тақырып қой, түсіндіру. Сол көрдің бе, анау интернеттегі біреулердің жылмаңдаған, жылтыраған өмірін ойлайды да, бәрі сондай болып жатыр. Қаяқтан оның қайғысы сенен 5 есе 10 есе ауыр да, бірақ ол қайғысын салмайды саған. Тек өміріндегі күшті тек қана позитив нәрселер салады да. Енді мүмкін жақсы жағы бар шығар, мүмкін жаңа несі бар. Бірақ өмірдің бәрі олар ойлағандай күнде тәтті болмайды ғой. Адамның өмірінің барлығы постоянно қуаныштан тұрмайды дейді. Қуаныш болса артынша қайғы келеді дейді. Бірақ қараса, ана қуанышын түсіреді да, мынаусын түсірмейді да ол. Көрдіңіз бе? Сосын ана қуанышты көре берген әйел не істейді? Сол өмірді аңсай бастайды да. Ондай жоқ, ол өтірік әңгіме ол деген. Ондай өмір Алланың құзырында ғана болды. Оның бір дәлелі
Нұрсұлтан, сіз әңгімеңізге тұздық болсын. Енді қазір шыны керек, интернет бар ғой, кейбір кезінде өсектің бір алаң болып кетеді ғой, ана ше кейбір отбасыларды жаңағындай бір өсек тыңдағысы келіп аңдып отырады. Соның бір еріксіз мынандай бір нәрсеге жолығып қалдым. Жаңағы бір кейбір семьялар араласып ажырасып кеткен ғой. Сол кезде кейбір әйелдер бар, кейбір еркектер бар, жаңағы ажырасып кеткеннен кейін енді бір-бірлерін кінәлай бастайды да. Сосын бір-бірлерінің айыптарын ашады жаңағы. Историяда биткен, сіздер негізі мынаны білмейсіздер, біз сіздерге басқаша нәрсені көрсетіп жүргенбіз деп өздері айтады. Сосын барып жаңағындай біздің негізі семьяда мынандай проблема болған, сол кезде мен үндемегенмін, сол кезде мен бүйтпеп едім, сол кезде айтпаған едім, сол кезде үндемей жүре берген едім деп анау шығарады ғой барлығын. Құдай-ау, сондай енді нелер бар да. Сол себептен интернет деген ол сондай бір жақсы нәрселерін, сондай бір жерлерін ғана көрсетіп қоятын жер болып тұр ғой. Енді қараңызда, мысалға жаңағы әйел енді оңдым деп жатыр ма? Мысалға деймін да. Бүкіл күйеуінің айыбын ашты. Ажырасып жетіскен кімді көрдің мысалға? Ажырасқан адамдармен, қыздармен сөйлесіп көр. Маған күйеуімнің жылулығынан басқа ештеңе қызық емес. Бүкіл карьерамды берер едім дейді. Қайтып берсеңіз мысалға. Мына жақтағы өмір оларды алдап ажырастырды да, соң өкінішке апарды. Бір кино көрдім, ұмытып қалдым, ана бір ойбай, бір атын ұмытып қалып тұрмын, бір кинотеатрда болды, өткен жылы болды сол кино. Ішінде Баян Есентаева ойнайды. Сосын жаңағы Бауыржан Шаудағы кім еді ағамыздың аты? Сол ойнайды. Сол кісілер ойнайды. Жалпы киноның бергісі келген мынадай ғой, ана қыз карьераны қуып жүре берген, жасы 40-қа келген ғой. Енді ол менде бәрі бар дейді да, бірақ сәбилі болғысы келеді, не болғысы келеді. Мен егер де артқа қарай 20 жылға қайтарса дейді, мен басқа жол таңдар едім дейді да. Мұнаның бәрін ысырар едім дейді. Бәрі бар анада. Роскош дейді ғой жаңағы. Жегені алдында, жемегені артында, не бір машина, не бір ресторандарды басқарып жатыр. Бірақ 20 жылға артқа қайтарса дейді. Киноның маған берген жер сол күшті сол болды да. Кино негізі осындай нәрселерді беру керек қой. 20 жыл артқа қайтарса дейді. Онда мен өмірді басқаша өткізер едім дейді. Тұрмысқа шығар едім дейді да. Жігіттер таңдап, ақшасына қызығып, несіне қызығып жүре беріппін дейді да. Соқсап, жаңағылар да солай ойлап жатыр ғой. Ақыр айналып келген кезде ондай өмір жоқ негізінде. Міне, қуаныш келе ма, қайғы келеді. Қайғыңды түсір, онда сен көрсін ана көрермендерің. Жаңа аржан не дейді? Қосылу бар, ажырасу бар дейді да. Мысалға, өмірде жабысып қалған ешкім жоқ. Бәрібір былай да ажырасу мүмкін, или мәңгілікке ажырасу мүмкін да. Сондай нәрселер бар ғой өмірде. Есіме түсіп кетіп отыр жаңағы бар ғой. Қазіргі таңда мынандай не бар? Концепция дейді ғой, жаңағы бір әйелдердің арасында сондай бір кейбір енді кісілерде түсінік бар. Жаңағы бала тумаймын деген. Айтады да, өмір бақи бала тумаймын деп. Соны жаңа термин есіме түсіп кетіп жатыр, child free деп бірдеңе деп айтады қоғамда ше оларды. Не дейді құдайым, сен де абылайсың child free дей ма бірдеңе деп айтады. Child free деген не десе, жаңағы өзі әйел бала тумаймын деп айтқан, өзіне сондай мақсат қойған әйел да. Мақсат дегенде сондай өмірлік ұстану бар да, бала тумаймын деген. Бала, free деген тегін деген ғой. Мүмкін сондай шығар. Баладан бос деген мағына бар. Тегін бала деп термин жатқа білем, ағылшын білмеймін да, көрдіңіздер ме? Ол жерде мынандай ғой, мен айтайын дегенім, ол жарайды, ол сондай, ол қазір жас болғанда ғой, ол сондай мақсат қойып тұрғаны. Бірақ жаңа сіз айтқандай 40-қа барған кезде бар ғой, жәутен деп жан-жағына қарайды. Мені біреу іздемей ма, маған біреу звондамай ма, мені біреу бауырына баспай ма, мені біреу жақсы көрмей ма, жылы сөздерін айтпай ма, мама демей ма, анашым демей ма, сен үшін жаныңды берем деп айтатын бір адам болмай ма деп бәрібір адамның жүрегі бәрібір іздейді. Өйткені ол адамның Алла тағала сөйтіп жаратып қойған сөйтіп ше. Жылулыққа мұқтаж. Жалпы мен ойлаймын, негізі отбасы құру деген бар ғой. Ол не үшін өйтіп айтқанымызға қарашы. Анау жаңа бар ғой, сендердің ең жақсыларың отбасылармен жақсы болғандарың деген хадис бар ғой. Мысалы мен сол хадиске бүйтіп ойланып қарасам, қандай мағына бар екен ол жерде. Ең жақсыларың отбасылармен болғандарың десе, ол нәрсе негізі оңай емес, отбасыңмен жақсы болу, жаңа бүкіл қанша нәрсе көріп тұрсаң да, қанша жаңағындай дұрыс емес, кейбір кезде кемшілік көріп қалсаң да, бірақ барлығына төзіп, бәрібір жақсы болып қалу, ол жай адамның нәрсе емес та негізінде. Сол үшін пайғамбарымыз айтып тұрды, ең жақсыларың негізі отбасыларымен жақсы болғандарың. Демек ол оңай нәрсе емес. Сол себепті ол негізінде оңай емес, жаңағындай ше, осы отбасы мәселесінде жаңағындай бір жақсылықты сақтау. Қарасаңызшы, енді адамдардың соншалықты қашқаны, бала тәрбиесінен, отбасынан қашқаны. Балам? Телефонды алдына қойса. Телефон қойып қояды, болды. Көрдіңіз ба? Адамдардың дата болып қашқанды.
Пайғамбарымыз не деп жатыр? Әкенің балаға беретін ең ұлы азығы дейді. 1 сағат болса да онымен тілдесіп тәрбиелеу дейді. Көрдің? 1 сағатыңды бөліп балаға тәрбие беруің, бұл әкенің балаға беретін ең ұлы нәрсесі дейді. Сен бәрін әкеп бере бер. Велосипед алып бер, сотка алып бер, планшет алып бер, ноутбук алып бер, бәрін алып бере бер. Бірақ балаға сен әкелік нәрсеңді бермейінше, мысалға бір күшті сөз айтпайынша балаға, бала оны ұстап, кейбір балалар айтады ғой, мен осындай тұлға болуыма әкемнің бала кезіндегі бір сөз әсер етті дейді да. Мен бүгін осындай тұлға болуыма дейді. Көрдіңіз бе? Әкеден ондай сөзді алмаған бала көргенсіз болып шығады ғой ертең. Соткамен өскен бала көргенсіз болады ғой. Мынаның ішінде деген мусор ғой, бұл деген мусор. Қоқысты жәшігіне балаң тастап жіберген сияқтысың ғой. Ол деген болмайды. Жаңағы сіздің сөзіңіз бар, Жәке, толықтырып жіберейін, мен жаңа бір ойымды. Анау жаңағы көпшілікті мен мақтанам деп тұр ғой негізінде ше, баланың көпшілік. Бұл жерде негізінде пайғамбарымыз ойлаймын да, осы жерде неге мақтанам деп тұр. Жалпы негізі үйленбесе, ер адам болсын, қыз бала болсын, үйленбесе бар ғой. Бірандай не ғой, үйлену деген өз-өзіңе жүк алу деген сөз ғой, мойныңа жауапкершілік алу ғой. Жалпы адам мойнына жауапкершілік алғанда ғана бір басқаша бір уровеньге өтеді екен да, басқаша бір сатыға өтіп, көп нәрсеге серьезно қарап, отбасы болған кезде көп жамандықтардан тыйылып, қаңғы басты өмірден тыйылып, жаңағындай жауапкершілік қой негізі. Пайғамбарымыз демек сол жауапкершілікті алып, сол баланы тәрбиелеп, соның соңына дейін жеткізіп отырған адаммен, яғни мақтанып отыр да. Яғни жауапкершілікті алған адаммен мақтанып отыр ғой, былайша айтқан кезде негізі ше. Деп айтайын деген. Сол үшін бір өлеңде айтқан екен да, әуелі адам болсаң өзіңді біл, кісіге сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар, қай жаста не істейтін кезіңді біл деп ше. Машалла. Көрдіңіз бе? Осындай арасында айтатын ба? Ғана суырып салып жерге сияқты да. Отбасы деген сол бір жанып тұрған ошақтың жанында жиналған адамдар деген сияқты бір мағына беретін сияқты ғой. Сол жерде әрқашан өздерінің несін проблемаларын шешу деген сияқты. Енді айналып келген кезде бағана бірінші сұрақ қой, енді пайғамбарымыз отбасымен қалай болды? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отбасымен ең көркем өмірдегі адам болған. Ең шыңы бұл несі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есептеді. Барлық адамдар, енді оны қазір біз кірсек тағы үлкен қиссалар бар да. Оған біздің қазір тағы сұрақтарымыз бар. Сондықтан пайғамбарымыз өмірбаян оқыған адам өзі іліп алып шығарып отырады. Ең бастысы бағанағы ғой. Сыртта қандайсың, іште де солай бол, шынайы бол. Бұл бір 200-лікке алып баратын бәле сияқты ғой. Жаңа бір ғалым айтқан еді ғой. Жақсы адам, шынайы мұсылман, үйінің тәбетімен тамақтанады деп айтқан екен да. Мұнафық мұсылман дейді да. Мұнафық та 200 адам, ол өзінің тәбетімен тамақтанады дейді да. Ол деген сөз үйіндегі ортақ адамдар қай нәрсені жақсы көреді, әке соған қарай ыңғайланады дейді да. Болды, мен жақсы көрген нәрсені істеңдер, мен деп аналардың ішіндегі ықтиярын бастысай береді дейді да. Ол отбасы мүшелеріне кек әкеледі дейді ішіне. Сонда сен айтқан бола бере ма не деген сияқты бір күні айтады дейді да ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан енді әке өте үлкен саясаткер, дана болу керек деп ойлаймыз. Отбасының өзіндік міндеттемелерін жаңа айтып жатырмыз ғой, соңында біреу бай айтады, біреу айтады деп бізде ең бір үлкен Бейсен Құранбек ағамыздың сөзі бар ғой. Біз отбасын құрар болатын кезде өзіміздің бір жеті келісімшарт айтады екен, соның ішінде ең бір үлкені мүлдем ажыраспаймыз. Және үйге харам тамақ кіргізбейміз, ішкілік қоймаймыз. Бір-біріміздің ата-анамызды бірдей көреміз. Біздің жас отбасылар осындай керек шығар, алдына мақсаты қандай, бір ашып алып өздерінің мақсатын, қандай өздерінің тәртіптері бар, қандай өздерінің міндеттемелері бар, сол жайында. Сосын тағы Бейсен ағамыз ең бір ұнайтыны, ер азаматтан сұрауға болмайды дейді, қашан келесің, қайда барасың? Өздерінің тәртіптен енгізген екен да. Фактісін тексеруге ше. Сондай біздің жастарға да міндетті түрде керек осы жел, әрине басын біліп, жаңағыдай өз міндеттемелерін ашық айтып алуға. Алдын ала ма? Алдын ала, иә. Ол нені білдіреді? Ол деген сөз жаңағы ғой, жауапкершілікті сезінуді білдіреді. Біз кәдімгі үлкен қадам басайын деп жатырық жаңа өмірге. Сен соған келісе аласың ба, әлде жарты жолдан бел ортадан тастайсың ба деген сияқты нәрсе ғой. Келісімге қол қойса кетеді. Сіздерде ұстаз қандай қағидаларыңыз болды? Иә. Өзіңіздің ұстаз немесе сондай қандай қағидасы болды? Бейсен ағамыз секілді жазылған қағидаларымыз жоқ болғанмен, енді айтылған қағидаларымыз бар. Енді мен ойлаймын, жалпы қандай да бір адам, бұл енді неки деген жаңа айтып отыр ғой, жауапкершілік. Қандай да бір жануарды қараңыз, мысалы, ішет, жейт, көбейет, шахуатын басады.
ода жауапкершілік жоқ та, жаңа айтып отқан. Енді жауапкершілік жүктелгеннен кейін солсымен адам құнды ғой жауапкершілігімен. Жауапкершілігін қалай өтей алатынына қарай. Енді сол секілді ол міндетті түрде керек. Негізінде отбасы болардың алдында болашақ жарына жаңағыдай таңдардың алдында өзінің шарттарында қойып, отбасы болғаннан кейін де өзі айтылмай қызды таппай тұрып шарт қойып алу керек, осындай келетін келмейтін. Жоқ. Негізінде әрбір адамда бір шаблон болу керек қой. Қазір көп жастар көресіздер, ана үйлен алмай жүреді, жас 40-тан асып жатады, былай болып жатады. Неге? Не үшін қыз таппай жүр дейтін болсаң, оларда бір шаблон жоқ та, бір образын бір сызып алу керек та. Маған мынандай қыздар, оның тақуалы мындай деңгейде, мінез құлқы мынандай деген секілді. Әркімнің өзінің бір дерті бар, дерттерінде қосып, дертін таппаған адам аптекаға жүгіре береді ғой, үйінде дауасы болмағаннан кейін. Сол секілді бір шаблоны болу керек та, сол кезде ол қызды табады. Сол секілді мысалға енді ана жастырса қалай болады екен? Менде сондай қасиет бар, тиіп алды мысалға, ол не болады деп жатырмын да. Негізінде мұнда сол шынайылыққа келетін шығар, басынан шынайылық жоқ. Негізінде отбасының көп құлдырауына екі нәрсе ғой әсер ететін. Жаңағы неге келетін болсақ, айтылып отқан мәселелерге қарайтын болсақ та, негізінде отбасы бір шынайылықтан басалмаса сол құрдымға келіп соғады. Қаншама таныс достарымыз да бар, бір ана қымбат көлді сатып алып, достарының машинасымен барып, ана Тұрсынбек айтады, кезінде қыздарымызды, ой, пәленшенің машинасы бар екен деп, сол пәленшеге бердік деп, сосын сотқы деген шығып еді, мә, пәленшенің соткысы бар екен деп, қызымыз соған берді дейді. Сол жігіттер әлі сол соткысымен жүрмейді. Сол жігіттер әлі сол соткысымен жүрмейді. Шынайылық керек та. Мысалға мен жаңа шартқа қатысты басылды өтемін. Мен келіншегіммен кездескенде қалай болды? Мен оған түсіндіріп айттым. Бәрін сипаттап бердім. Давай біздің енді қараншы, сен басқа бір әулеттің мүшесің, мен басқа бір әулеттің мүшесімін. Екеуміз бір қосылып, бір әулет бастағалы отырмыз. Ол бір әулет бір ұлы болса екен деп. Адал ұрпақ шығарсақ, сол енді адал ұрпақтың арнасы арамдық араласпаған шынайы хақиқатпен, шынайылықпен басталса деп. Бәрін түсіндіріп айтпын. Мен қалай көріп тұрсың, тура сондаймын деп. Тура сол секілді әрбір жастар үйленгенге дейінгі өздерінің шарттарын қойып, үйленудегі некедегі мақсат, не мақсат? Соларды тізіп қойып алса, мен ойлаймын, бір проблема болмайды деп. Мысалы, шарттардың бірін айтып отырмын. Неге мынандай болғанда? Қалай айтсам болады? Мен саған үйленгеннен кейін 10 жыл бойы шикарный жизнь уәде бермеймін. Гарантия жоқ. Одан кейін Құдай беріп жатса, шүкір. Егер болмаса, ешқандай өкініш жоқ, енді ренжімейсің деп. Мен енді көріп тұрған жоқпын 10 жылдың ішінде менде мынандай жағдай болады, мынандай деген секілді. Көнсең осы деп. Қазір Аллаға шүкір сәл бір енді қазір әйел заты өзі әсерленгіш қой. Анадан көреді, жаңа Инстаграмда иллюзияларды көреді, мыналарды көреді, былай. Айтамын, білесің ғой, 10 жыл әлі өткен жоқ деймін. Сабыр етуің керек болады. Бірақ бұл сөзім 10 жылдан кейін мен саған алып беремін деген сөз емес. Ол да 50-де 50. Үміттен кете жібермесең болды. 10 жылға дейінге уже жоқ, кез келген жаңа жігіт деймін де өзі бір дамып күшті бір жағдайларға жетіп жатса, ол бәрібір өзімен бірге сол жұбайында көрсетеді ғой сол өмірді, дұрыс па? Ол тастап кетпейді ғой. Жаңа жоқ кезіндегі болған қасындағы адамды бар кезімде де тастамаймын деген. Елестете алмаймын, бір еркек қатыннан, бала-шағасынан бөлек бір жерге барып ақшасын жаратып жүре алады деген секілді. Бар ғой, Құдай сақтасын, сол бала-шағасының аузынан жырып, жаңа мысалға да айтады ғой, кешеде бір айтып жатырмыз, Құттыбілік деген кітап бар. Соның ішінде мына Жүсіп баласының 3 мастық туралы айтады екен де. Адамның дейді, жастық шақтың мастығы болады дейді. Байлықтың мастығы болады, мансаптың мастығы болады екен. Биліктің мастығы бар. Байлықтың мастығы бар, жастық шақтың мастығы бар дейді. Сосын қандай мастық бар? Мынау үшеуіне қосылмайтын, кәдімгідей арақ ішіп мас болатын адамдар. Ең жеңілі осы дейді. Өйткені ол сол күні мас болса, таңертең қайтадан трезвый болып, сау адам болып шығады дейді. Ал анау мастық бар ғой, сені қабірге жетелеп жіберуі мүмкін мастықтар. Сен ол мастықтан оянбау мүмкінсің. Үйлену дегенде ол құлшылық ретінде қарайтын болсаң, оған да дайындалу керек та. Бізде қазір жаңағы бір ағамыз айтқандай, үйлен деп, жаңа ер адамды айтады дейді, үйлен деп айтады дейді. Сосын барып, тез үйлендіріп жібереді, тойда бақытты бол дейді. Қалай бақытты болады анау? Бақытты болудың жолдары қандай? Оны еш нәрсе дайындалмаған, оқытпаған, әйтеуір алады, үйленген бақытты болып жетті, жеке шығарып жібереді да, барып тұрыңдар екеуің барып тұрыңдар дейді. Бақытты болмайдық деп бір нумерологқа барама. Мен ноябрьде туылып едім, не дейсің оған деп.
Что-то ноябрь мен декабрь келмей жатыр бір-біріне. Сол себепті оп-оңай күшті. Жаңағы шығып жатыр ғой қазір неше түрлі кітаптар, үйленбей тұрып үйрен дейді, жаңағы отбасы ғылым-халы деген кітаптар бар. Сондайларды оқып вообще бір-екі кітап қой мынау. Мешітте неке қиямыз ғой. Сол кезде неке куәлігімен бірге кішкентай кітапша бар мынандай отбасы жайында кішкентай кітапша өзі жұп-жұқа. Соны беретін кезде айтамын ғой, мен мешіттен берілетін кітап негізі үлкен кітап болса сендердің оқымайтындарыңды білеміз. Бірақ кішкентай ғана кітапта сәл болсын кішкентай қағидалар жазылған, соларды ұстасаңдар бақытты болып кетесіңдер деп кішкентай кітапшаны беріп жібереміз ғой. Енді кішкентай ғана оқу керек шығар өзі. Өйткені үлкен кітапшаны оқып қойып үйленбей қойып жатқанда ғалымдар көп қой, білесіз ғой. Иә, ондай да бар. Үйленбеген ғалымдар деген кітаптар бар. Мен сонда да үйленемін. Сол жаңағы жауапкершілікті айтып жатырмыз ғой. Көбінесе бізде қоғамда бір осындай бір қазір үлкен бір проблема бар екен. Ортақ мәміле жоқ. Сосын жаңағы әлеуметтік желіде айтып өттік қой, бір-бірінің санасын жеу, бір-бірінің миын улау, сен неге ондай емессің, сен неге ондай емессің деген түрлі айтып, ақыр соңында жаңағы екеуінің біреуінің психологиясы бұзылады, артынан баланың психологиясы бұзылады, сөйтіп бір отбасының психологиясы бұзылады. Осы жерде негізі соның алдын алу мақсатында қандай ортақ мәмілелер керек, алғы шарттарын айтып өттік қой, бірінші қағидасы керек. Енді отбасын құрды, одан кейінгі екеуінің ортасында мәміле қандай болған дұрыс. Бір-бірімен енді қаншама теория жүзінде айтылған қаншама ғой, бірақ практикада көбісінде әлсіз болып қалып жатыр. Осы жағынан қандай өздеріңіздің кеңестеріңіз, ой пікірлеріңіз бар? Ниеттің несі мықты сияқты. Бастаңыз бүйтіп келеміз. Ойланып қалған шығар. Мен ана қайнатаммен сөйлесіп жатырмын ғой. Немді алайын деп. Келіншегімді алайын деп сөйлесіп жолығып жатыр. Осыны бүкілін айтып түсіндіріп не алып беріп жатсам ойланып қалды. Сен бұрын үйленбегенсің ба дейді. Мына что-то опыты көп деп. Ақылсыз отырсың деймін, көп кітаптар оқып қойған жоқсың деймін. Сол секілді Құдай сақтасын, бір ара үйленгенбіз. Мынандай нәрсе бар да, жаңағы отбасы қалай бақытты болып кетеді. Мен ойлаймын да, шыны керек. Қараңызшы, әр адам әртүрлі ғой тағдыры. Міне, осыны ұмытпау керек. Әр адам тағдыры әртүрлі. Әр адам әртүрлі болып жаратқан. Әр адам әртүрлі болып жаратылған. Бір-бірлеріміз үшін сынақпыз деген бүкіліміз әртүрліміз ғой. Осы жерде қандай қағида шығады білесіздер ме? Ешкіммен, біздің отбасымызды ешкімнің отбасымен салыстырмаш деген сөз ғой мынау ғой. Әркім өз орнынан Иә, жаңағы мен ер адам ретінде сен мені басқа ерлермен салыстырма. Мен әйел адам ретінде сені де өзге әйелдермен салыстырмаймын. Ана жұрттың әйелдерін қараш деген айтпаймын. Сен де жұрттың күйеулерін қараш дегенді айтпайсың. Әйелдің алдында басқа бір әйелді мақтамай. Иә, әйелдің алдында басқа бір әйел адамды жаңа мақтап, немесе жаңағы әйел жаңағы ана кімнің күйеуін қараш деген бар ғой. Мен еркек адамға бар ғой, одан артық удар жоқ сияқты бар ғой. Одан артық удар анау бар ғой. Пышақ сұққанмен бірдей ғой. Оны әйел адам білмей қалады шығар. Бірақ ана біреудің күйеуін қараш, мынандай екен деген бар ғой. Ер адам намысты ғой, өліп қалған артық қана сөз естігенше дұрыс па? Сол үшін ажырасып кеткен шығар мысалы біреу. Құдай біледі, иә. Сондай сөз ішінде кетіп қалатындар бар ғой. Көтере алмай небір еркек бар ғой, ауыр мінезді еркектер. Иә. Мәзаған дейді ғой. Бәрібір сенің тағдырың басқа, оның ананың тағдыры басқа, мынаның тағдыры басқа. Ортақ не формула жоқ. Бірақ мынандай қағида бар. Қандай? Ешкімнің өмірімен өз өміріңді салыстырма. Қазіргі сәтпен өмір сүр. Қазір сен бақыттысың ба? Алдыңда жейтін тамағың, киетін киімің бар, жанында анам дейтін, әкем дейтін, жаным дейтін, жан-жарым дейтін адам бар ма? Осы нәрсені бағаласайшы. Мысалға да сол ғой, ешкімді, иә. Сол үшін мен ойлаймын, бақытты болудың формуласы. Бақытты болудың формуласы, бақытты отбасы болу. Иә, бақытты отбасы болудың формуласы ешқандай отбасымен өз өзіңді салыстырмау. Құс ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді қазақ айтады. Отбасында көрмеген қыз, көргенсіз деген сол ғой. Көргенсіз атаңа нәлет деп балаға неге тіл тигізбейді, бірден атасына әңгіме айтады бізде қазақта. Ан жақ дұрыс емес та, тәрбие бермеген. Ар жақтан кетіп жатыр. Баланың өзін қарғамайды, атасын қарғайтын сол. Пәленшенің кімнің болсын, пәленшең, әкең де оңбаған екен, сені тәрбиелемеген деп жаңа әкесіне тіл тигізіп жатады. Балада қате жоқ, өйткені бала қамыр сияқты ғой. Бала қамыр сияқты кез келген қалыпқа түсе береді бала. Оны елеп қазір бөлшке қылып жіберуге болады. Оны бөлке нан қылуға болады, лепешке қылуға болады да. Бірақ қалыпқа түсіп пісіп кеткеннен кейін оны тураудан басқа шара жоқ уже. Болды, турайсың. Басқа жоқ та. Сондықтан бала күннен әркім өзінің орнын біліп үйрету керек. Мынау сенің ағаң. Бұл сенен биік тұрады, құрметтеуің керексің. Ағаң сенің қорқаң, ер азаматқа деймін. Мынау сенің әкең. Оны бүйтуің керек, сөйтуің керек деп ана үйрету керек. Оны өзінде жоқ, ана қаяқтан үйретеді оны?
Жақсы, әйелің красавица шығар мысалға да. Әдемі шығар. Түріне қарап отыра берген қашан қарап отырасың оның бетіне? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, қоқыста өскен раушан гүлге құмар болмаңдар деді. Көрдіңіз ба? Әп-әдемі красавицаны алып алдың, тым бір көреген нәрсесі жоқ. Мысалға да, я берері жоқ. Я оны біреуден алмайды да жақсы нәрсесін, оның семьясына бермейді. Содан кейін не болады? Содан кейін билікке талас басылады. Құдай тағала айтады сосын. Жер бетінде мына әлемде екі құдай болса дейді. Жердің бетін быт-шыт болып кеткен көресің деп айтады ғой аятта, дұрыс па? Бірақ Алла дейді. Сол сияқты бір семьяда екі басшы болады десе, онда қырғын болады онда. Қазақта айтады ғой, бір қазанға екі қошқар. Қазақта айтады ғой, бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды. Бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды. Анау да қошқар боламын дейді, мынау да қошқар боламын. Сен қошқар емес, қойсың десең де мен қошқар боламын дейді. Қарап отырсаң, ана отбасында да солай ғой негізінде. Қашан үйдегі ана әкені құрметтесе, балалар да автоматты түрде құрметтей бастайды екен да, әке деп ше, жаңағы әкелерің ғой, әкелерің келе жатыр деп. Әкелерің бір тұлға, тұлға ретінде жаңағы аналарымыз ғой сөйтіп көтеріп жүретін. Соның себебімен әке болып қалады балалардың көзінше. Үлкен тұлғалы азамат ретінде қалады, сыйлы азамат ретінде қалады. И сондай адамдар да сондай бір өзі бір мақтауға лайықты болатындай бір іс жасағысы келеді да. Іс жасағысы келеді да. Мен әкем ешқашан, кейбір жігіттерге мен әкем ешқашан бүйтпеген, мен қалай істеймін деп жаңа намыстанып, әкесін еске алып жүретін жігіттер мысалы қаншама да қоғамда сөйтіп жаңа күшті үлгі өнеге алып отырады да жаңа мысалы. Кім айтады ғой, Жарқын ұстаздың бір сөзі бар да, Елеке. Дейді, қазір балдардан сұрасаң, кім болғың келеді десе, Спайдерман болам деп айтады дейді ше. Жаңа Человек-паук болам, Бэтмен болам, Ван Дам болам деген сияқты. Біздің кезімізде кейбір балдар сөйтіп айтып жүреді ғой. Сен Чак Норрис боласың, мен Ван Дам болам. Балалар дейді да, мен әкем сияқты болам деп айта алмай қалды дейді қазір. Әкесін тұлға ретінде көре алмай қалды дейді өйткені. Негізінде сен кім боласың деген кезде, мен әкем сияқты болам деп айту керек еді дейді бала. Әкесін өйткені ол тұлға ретінде көре алмай жатыр да, әкем сияқты мен болғанша болмай қойғам жақсы, одан да Человек-паук болайын деген сияқты. Сондайға кетіп жатыр дейді, көрдің. Бұл қасірет негізінде, ол ойнап айтылып жатыр ғой. Бұл қасірет. Сондықтан әке өзінің әкелігін сақтап қалу керек. Әурет жерлеріне, нелеріне, бұл бір болмайтын нәрсе сияқты болып көрінетін шығар, бірақ бұл үлкен нәрсе. Бізде айтамыз ғой, кейбір айға қарап дәрет сындырма дейсің ғой мысалға да. Бұл қайтарылған ғой шариғатта. Не бопты ал дейді да. Ай не көзі бар ма не қараптың? Жоқ, бұл қайтарылған нәрсе. Значит, бұл нәрсенің арт жағында бір нәрсе бар. Көрдіңіз ба? Құбылаға қарап түкірме деген нәрселер бар ғой. Бұның барлығының артында жасырылған үлкен сырлар бар. Берекетті алып тастайтын нәрселер бар да. Мысалға жаңағы аяттар бар ғой. Ер адам бір сат жоғары тұрсын, ер адам жаңағы үстем деген. Бұл негізінде солай деген сөз емес. Негізі анандай ғой бұл, солай болсыншы деп. Алланың бір сондай несі да адамдарға деген сондай, жұмсақтығы адамдарға деген қаратпа сөзі ғой. Солай, ол солай деген сөз емес, солай болсыншы деп жатыр да. Яғни әйелдерге қаратып айтылып жатқан сөз. Ей әйелдер, күйеулеріңді бір саты жоғары ұстаңдаршы дейді да. Сөзімен түсіндіремін да, қалай бір саты жоғары ұстайды? Мысалға мынандай да, тұрады да, отағасы мынандай бірдеңке мәселе болып қалды. Мен ойлаймын, былай істеу керек, бірақ соңғы сөз өзіңізде деп. Көрді бір саты фук деп жоғары көтеріп қоя салды да. Дейді ғой мынау кімнің тамға қойдым сатыны деген сияқты. Осылай бір сат жоғары қойып қояды. Анау деген сол кезде жауапкершілікті сезіне бастайды. Жауапкершілікті сезініп, маған әйелім сенеді. Ол бар ғой, ертең өмірдің сондай бір кезінде әйелім сеніп тұр ғой, балаларым сеніп тұр ғой, бұлар мені батыр деп ойлап жүр, отағасы деп жүр, мен қалай задний беремін дейді ғой. Дұрыс па? Сондай ғой, шабыттанады ғой. Сонда әйел өзінің күйеуін қан қылып не қылып тұр ғой. Иә, анау кейбір кезде айтамын да, Алла тағала пайғамбарымыз сөйтіп тұр, күйеуіңе бағын деп тұр, күйеуінің разылығын ізде деп тұр. Соны шынымен іздеп көрдің бе деймін да. Іздеп көрдіңіз ба? Шынымен іздеп көрейінші, осы кісінің разылығын алып көрейінші, разымын деген сөзін аузынан еститіндей бір амал әрекет жасайыншы, бірақ біз жетпейміз, біз андейміз, тексереміз, кемшілігіңіз дейміз, басқаша болып кетеміз. Сол себептен күйеулеріңізден жақсы жағын байқап жүріңіздер. Жақсы жақтарда бар ғой бойда. Өзің соны таңдадың деген сияқты. Иә, жаңа кеше айттым ғой жаңа. Ашуыңа тисе обалым жоқ, өзім теген деп 3 рет айтсаң, сол басыласың дейді шамалы. Әйелің жыныңа тисе өзім таңдадым деп нервіңді басып болады дейді да. Жаңағы басындағы жаңағы кімнің ұстазын жаңа Ақниет ұстаз айтып жатты ғой.
ана үйленетін кезде қалай қыз таңдаймын, қыз қалай жігіт таңдаймын деген кезде бір белгілі бір картина қойылу керек деп ше. Белгілі бір адам сенің уже ойыңда тұру керек деген сияқты ше. Біз соны жаңағы таңдайтын кезде ғой, сол үшін кейбір кезде табылып қалса ит деп табайды деп жаңағы ұра салады, үйлене салады, тұрмысқа шыға салады деген сияқты бір әңгіме болады ғой. Сол анау не сияқты да бір андай бір психология кітаптарында жазатын еді ғой, арманыңды нақты қылып жаз деп ше. Арманыңды нақты қандай машина соны құдайдан, я құдай көлік берші, саған қандай көлік алғың келеді, Камри 70 па, Камри 70 деп жаз, я құдай Камри 70 деп нақты анау сұраған кезде де нақты сұра деп ше. Жаңағындай бір психологияда сондай аффирмациялар бар. Сол секілді ғой, ана кейде бір өңше бір қиялданып кететіндер бар. Бір образ салған кездерден кішкене бір ақылға қонымды бір сондай бір салу керек секілді. Сол дұрыс шығар енді негізінде. Сол жаңағы секілді болып қалмай, Құдайдың өзінің бір хисабы бар да. Сол себепті әр адам енді сол өзінің жалпы айтқан кезде жаңа сіз айтқандай өмірде өзінің теңмен жаңа тең әңгіме айта алатын деген сияқты бір отбасы құрсын деген мақсат қой. Шынайылық басынан бастап. Иә, шынайылық қой, сол жаңа сіз басында айтып едіңіз ғой. Сосын жаңағыдай ренжіп қалып неғып кетіп жатсаң, айыбын ашып керек емес дейсіз ғой. Иә, жалған нәрсеге құрылған нәрсе ол да жалған бола береді. Ары қарай да жалған бола береді да. Өтіріктің үстінде құрылған нәрсенің барлығы қалай шындық болады, қалай берекет болады, қалай жақсылық болады да. Өтірікпен басталған істің арты бір тұтам болып атып шыға келеді ертең, Құдай сақтасын. Отбасы деген тақырып негізі өте үлкен ғой. Өте үлкен. Біз мына жерде бүкіліміз енді әркім әртүрлі пікірлер, Ақниет ұстаз өзінің отбасын, Нұрсұлтан ұстаз естігенін, сондай оқығанын бүкілін айтып жатырмыз. Бірақ шын өзінің отбасын айтпайды. Мен отбасы қызық па? Өмірі өтіп жатыр, өміріңді зерттеумен өзгелердің деген сияқты. Жоқ, бәрібір деймін да, әр отбасының бақытты болу өзіндік бір формуласы бар ғой. Өзіндік сырлары бар деген сияқты. Мен анау бүйтіп айтамын да, Нұрсұлтан ұстаз, мысалы кейбір кезде отбасылар келеді мешітке, ушығып кеткен кезде, мысалы кез келген отбасы бар, проблема болғанда ғана келеді. Жоқ, өз жүйе қойып қойсы, өзі бір айына бір рет мешітке барып тұрайық, бір имам шақырып тұрайық, келіп тұрсын сияқты. Обязательно проблемаларын шешу емес, жалпы жай ортақ бір уағыз айтып тұрсын. Мысалға уағыз айтып тұрсын. Өйткені кейбір кезде сенің айтқаның әйелім өтпейді. Әйелің саған айтады, сен қойшы дейсің деген сияқты. Біз сырттан біреу былайша айтқан кезде бір үшінші тарап керек та, бір жақсы бір насихат айтып отыратын, уағыз айтып отыратын, ескерту айтып отыратын, жаңа үйге бір берекет әкеліп келетін сондай бір әрекет бар ғой, мысалға да. Сондай берекетті әрекеттеріміз көп болса ғой деймін да. Ауырады болсын ұстаз, иә. Бір онда қорытынды не қылайық? Ұстаздан бастап. Әрқайсының отбасыларға жас отбасыға кеңестеріңізді айтып, сонымен қорытындыласақ, өздеріңіздің осы өмірден түйген жас отбасылардан қорытуларыңызды айтсаңыздар. Әлі түйе қоймаған шығар, енді түйіп жатыр иә. Бірақ оқыған кісілер ғой енді, ой жарықтық. Енді не айтамыз енді, қандай отбасы болса енді сол жаңағы басында айтқанымыздай шынайылыққа негізделсе қандай да бір отбасы. Бұл бір. Енді неге өйтіп айтып отырмын? Жаңағы сіз айтқандай, әрбір үйде әрбір екі адам бас қосылды ма, Құранда Аллах Тағала айтқандай, біріне сынақ еттік, сабыр етесіңдер ме деген. Қиындық болатынды мойындап, шынайы, осы қиындықты қалай төзе білеміз деген мақсаттар қоя білетін болса, осы жолда олар не жеңе біледі. Одан кейін шынайы бір сыйластық. Бізде көбінесе неге ажырасу неден болып жатыр дейміз? Екеуі бір-бірін сүйіп қосылмаған ғой деген темаларды айтып жатамыз. Сүйіп қосылып жатқан қаншамасы ажырасып жатыр ғой? Бір-бірін сүйіп қосылған. Кім-кімді сүймей жатыр өмірде? Шыны керек. Енді тіпті бізде білеміз, ол Мұқағалидың өзі махаббат деген өлтіреді ғой енді. Символ болды ғой енді қазақтың, иә? Сол кісінің өзі де бір өлеңі бар ғой, есінде қалай келетін еді. Ұмытып қалмасам айтайын енді. Мені сүймей, сыйлай білші одан да. Сүйу көп қой, сыйластық аз қоғамда дейді. Сүйіп тұрып сырқыратсан сүйекті, біреу сүйген сыйсыз адам боламда дейді. Қарсан кім-кімді сүймей жатыр негізінде. Мысалға сол бір қосылған ерлі-зайыптылардың еркегіне келетін болса, қаншама қалайсыз? Мың бір қыздың арманы болып жүріп, бір жанның жан-жары болып жүр ғой. Тура сол секілді ана қызды. Қаншама еркектер оның артынан жүгірген, біреу оны по-любому сүйген өмірде. Мүмкін емес. Енді күйеу мен әйел болып екеуі қосылған екен, мынау да оны сүйген болса, одан артық не түк жоқ қой онда. Сыйластық болмаса.
Сондықтан бір сыйластықты ететін, бір сыйластық деген бір үлкен бір қағиданы қоя білсе. Сіздердің қандай кеңестеріңіз? Енді, машалла, Ағынет ұстаз бүгін ашылды ғой ағынан. Енді менің айтатын нәрсем, әркім өзінің отбасының сыры бар да. Жаңағыдай, оның барлығын неге сала беріп керек емес, әйелдерге де еркектерге де айтайын, әлеуметтік желіге сала беріп керек емес. Сен үйіңдегі әйелің мысалға кейбір сырлары бар, айыптары бар. Екеуінің арасындағы нәрсе бар да, оны жұртқа айтып керек емес ол. Даже енеңе де айтып, анаңа да айтып, бауырыңа да айтып керек емес. Екеуінің араңдағы нәрсе екеуінің араңда болу керек. Ол ажырасып кеткеннен кейін болса да, ол нәрсе айтылмау керек. Әркімнің өзінің сыры болып қалу керек. Сол отбасының сыры болып қалу керек. Пайғамбарымыздың хадистерінде дейді ғой, есебі ең ауыр болатын адамдар, хадисті ұмытып қалмасам егер, бір-бірінің айыбын ашқан ерлі-зайыптылар дейді. Тіпті назар салмайды деп айтама мәтінде, сондай бір хадистер бар ғой. Сондықтан Алла тағала ерлер сендер әйелдерге, әйелдер сендер ерлерге бір-бірлеріңе киімсіңдер деген нәрсені ұмытпау керек. Бағана айттық қой, 8 нәрседен қашып құтыла алмайсың дедік. Қуаныш бар, артынша қайғы бар, жарасу, қосылу, танысу бар, сыйластық бар. Бар-бір айналып келген кезде ажырау бар. Ажырасу дегенде тікелей былай араласпай қалу бар, или өлім ажыратады адамды. Бәрібір ажырайсың, бір-бірінде ешкім жабысып қалған ешкім жоқ. Одан кейін өмірде ауырлық кезеңдері келеді дейді. Бірақ ол да өтеді де, 6-шы жеңілдік кезең келеді дейді. Одан кейін ауырасың дейді. Соңында шипа табасың дейді. Осы 8 нәрсе бүкіл адамның өмірінен өтіп жатыр. Осының үшеуінде қиындық болған кезде, біріншісі қайғыда, екіншісі қиындықта, үшіншісі ауырған кезде қасыңдағы серігіңнің кім екені белгілі болады ғой. Шынайылық бет-перде сол кезде ашылады. Егер жаңағы отбасыға береке келтіретін нәрселер деп айтып жатырмыз ғой, негізінде ше. Жаңағы береке деген не нәрсе? Береке деген айтып жатырмын да, мысалы үйде бір алма тұр да. Береке деген сол алманың көбейіп кетуі емес. Береке деген сол алманың үйде бір алма емес, 10 алманың тұруы, міне сол берекет емес. Берекет деген сол бір алма тұрады сен үйінде. Бірақ Алла тағала сол бір алмаға берекет берсе, соны жегеннен сен тез тоясың, соны жегеннен шипа болады, соны жегеннен ауру тарамайды, соны жегеннен жалпы былайша айтқан кезде үйдің сәні кіріп тұрады. Яғни берекет деген зиядатул хайр дейді ғой, бірдеңкеден жақсылықтың көбеюі, жақсы әкелуі. Демек, отбасыға қалай енді береке келтіреміз деген кезде, мысалы, мынандай бір екі кеңес бар. Соның біріншісі, әрдайым үйде пайғамбарымыздың өмірбаяны аз болсын оқылып тұру. Мен бұны не үшін айтып отырмын? Жанымда Нұрекем отыр. Пайғамбардың жүрген жерде, басқан қадамы да, бірдеңкені ұстаса да бүкіл жер берекеде негізінде. Қарап отырсаң үлкен нәрсе жатыр да. Сол себепті отбасында ұрыс болып кетпес үшін, жанжал болып кетпес үшін жалпы рухани даму болып тұру керек міне. Халқымыз айтады ғой, жақсымен өткен жарты сағат, жаманның өткен ғұмырындай деп. Енді менің өзімше өте бір тамаша сұхбат болды өздеріңізбен, тіпті сұрақ қоюдың өзіне сұрақ қоюдың өзіне сөздеріңіз бөлуге қысып отырмын. Алла разы болсын. Барша осындай келелі сұхбаттарымыз көп болсын. Алла сіздердің өмірлеріңіз ұзақ берекелі етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барша көрермендер өздеріңізге көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күндеріміз көп болсын.